Қайырлы күн, менің атым Утебай Айару. Мен Ақсай қаласындағы 03 орта мектебінің 2 сынып оқушысымын. Ұстазым Ахметова А.А. қызы. Жобамның тақырыбы Алма жайлы білесіз бе? Әрбір слайдтың астында алма туралы қызықты деректер бар, оқи отырыңыз. Жобамның мақсаты алма жемісін бақылау, алма құрамымен танысу, адам денсаулығына әсері. Міндеті табиғи алма мен жасанды алманы ажырата білу. Алманың ерекшелігін ескере отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізу. Өзектілігі іздену арқылы оның пайдасы мен зиянын анықтау. Алма өте кең тараған жеміс. Алманың құрамында дәрумендер мен минералдар бар. Алманың пайдасы өте зор. Мысалы, жүрек қызметіне көмектеседі, қан қысымын түсіреді, артық салмақты жояды. Алманы көбінесе ол зиян. Үйде зерттеу жұмыстарын жүргізіп, оны бірге бақылайық. Сәлем, менің атым Айару. Мен бүгін алма сатып алдым. Сіздер білесіз бе? Алмалардың сыртына май жағып қояды. Содан соң олардың сақталу уақыты ұзарады. Алманы жеу алдымен оны жуу керек. Алманы жуу үшін сонымен жылы сумен жуу керек. Жуылған алмаларды жақсылап сүрту керек. Алманың пайдасы өте көп. Оның құрамында минерал мен А, Е, С, Б дәрумендері бар. Сендер байқадыңдар ма? Кесілген алма тез қараяды. Себебі оның ішінде темір элементтері ауадағы оттекпен әрекеттеседі. Олай болса бақылайық. Шамамен 2 сағат өтті. Бірақ те біздің алмаларымыз қатты қараймаған. Олай болса, олардың темір элементтері аз және табиғи емес. Енен сізге лайфхак. Алма қараймау үшін лимонды кесілген жеріне лимонды жағу керек. Сонда лимон қышқылы темір мен оттекке бөгет болады. Қызық па? Бақылайық. Енді менің алдымда су құйылған ыдыс және алма бар. Байқадыңдар ма? Дұрыс. Алма батпайды, себебі оның 25% ауадан тұрады. Сатып алған алмаларда крахмал бар ма, жоқ екенін тексереміз. Менде жасыл, сары, қызыл алманың бөлігі бар. Мен йод тамзамын. Егер оның түсі өзгермесе, онда оның крахмалы жоқ. Түсі көкке немесе күлгінге айналса, онда оның крахмалы бар. Көп крахмал денсаулыққа зиян. Қараңдаршы, йод тамзайды. Жері көкке күлгінге ауысқан жоқ. Олай болса, біздің алмаларымызда крахмалы жоқ.
ережемді қысқаша қорытындысын айтайын. Алмада ауа болғандықтан ол суға батпайды. Егер алма қарайса, оның құрамында темір элементтері болғаны. Ондай алма табиғи. Алма қараймау үшін оған лимон жағамыз. Піскен алмада крахмалы болмайды. Крахмалды йод арқылы тексереміз. Осы жоба арқылы алманы бақылап, оның құрамын, адам денсаулығына әсерін білдік. Алманы тазалап жуу маңызды екен. Әртүрлі зерттеу жұмыстарын жүргізіп, алманың қасиеттерін анықтадық. Енді мен әрдайым дұрыс табиғи алманы таңдаймын. Менің жобам қызықты да пайдалы болды. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Алманы күніне 1 рет жесек, онда дәрігер қажет болмайды. Бәріне алма сыйлағым келеді.